Достар, бай, қуатты, берекелі ғұмыр кешкен қазақ үшін мынадай мес аса кәделі ыдыс болды деп айта алмаймыз, дегенмен оның жасалу жолы бізді таң қалдырды. Меске айран, қымыз, шұбат секілді сүт өнімдері құйылады және ол тағамдар бабын жоғалтпай ұзақ сақталады. Енді жасалу жолына келейік. Көбіне бұзаудың немесе ешкінің бітеудей сыдырылған терісінен жасайды. Алдымен терінің жүнін, шелін алып тазартқан соң, оны талдың қабығымен немесе қынамен бояйды және жерден қазылған ошаққа ыстайды. Ысталып, жан-жағы тігіліп, дайын болған месті жақсылап жуып тазартады және одан кейін оны үй жағдайында немесе тұрмысында қолдана беруге болады. Айтпақшы достар, ата-бабаларымыз бітеу сыдырылған теріден нескөрік деп аталатын көрік түрін және өте көне музыкалық аспап желқобыз жасау үшін де қолданған. Сонымен қатар өзен көлдерден жүзіп өтуге және бірнешеуін қатарластырып өзендерден жүк тасып өтуге арналған сал жасауға да қолданған деген ақпараттар бар. Қысқасы достар, местің жасалу әдісі ғана емес, қазақтың теріні пайдаланудың бірнеше түрін меңгергеніне қарап, ата-бабаларымыз әрбір затты өндірісте ысырапсыз қолдана білгенін байқаймыз. Бұл қазіргі қоғам үшін де аса қажетті дүние.